Қалай өз услугамызды сатып, очередь жасаймыз? Сатудағы қорқынышты қалай жеңеміз? Бұл видео осы тақырыптар жайында болады. Өз услугаңызды сатқанда сізде қорқыныш сезімі бола ма? Соны анықтап алу керек. Симптомдарын айта кетейін. Ең біріншісі, чегіңізді көтеруден қысыласыз. Екіншісі, продающий созвондармен кездесулерден қашасыз. Сізден сатып алатын клиентке ұзақ жауап бермейсіз. Пайдалы контентті қиналмай жасайсыз, бірақ продающий контентке келгенде некомфортно сезінесіз. Ал енді шындыққа тура қарайық. Сізге ақша қайдан келеді? Сіз өзіңіз экспертсіз немесе фрилансерсіз. Сіз өзіңіздің қызметіңізді, өніміңізді, обучениеңізді басқа адамдарға жар салып айтуыңыз керек, проявляция етуіңіз керек. Сіздің өніміңіз жайлы, қызметіңіз жайлы 10 адам, 20 адам, 50 адам естіді. Соның ішінен іріктеліп 5 адам, 3 адам, 2 адам қызығып сатып алуы мүмкін. Сіз өзіңізде бар нәрсені, пайдалы бола алатын нәрсеңізді айтқан кезде ғана сізге ақша төлеуге дайын. Ал егер сіз қызметіңіз жайлы айтпай, өзіңізбен өзіңіз үйіңізде қамалып жүре берсеңіз, ақша потогын өзіңіз жауып тастайсыз. Яғни сізге ақша қайдан келеді? Ақша бүкіл келетін каналдарды сіз просто алып жоқ қылып тастайсыз. Не үшін қызметіңізді ұсынбайсыз? Ол неден туындайды? Бала кезіңізде сіз базарға барып, сатуды пихать ету жайлы, впаривать етіп кету, алдап кету, сындырып жіберу, әйтеуір бір нәрседен құтылу сияқты болып миыңызда қалып қалған. Яғни сату сіз үшін өтірік алдау, бір пихать етіп жіберу деген сияқты мағынада болуы мүмкін. Немесе сіз Волк с Уолл-стрит дегенді көріп алып, просто так сату деген просто бір наезжать ету, өтірік бірдеңелерді жегізу деген сияқты бір миыңызда қалып қалған болуы мүмкін. Ал негізінде ол өзіңіздің қызметіңізді сату, бұл көмектесу. Көмектесуді сіз былай да түсінуіңіз мүмкін. Мен контентте полезный контент берем ғой, бүкіл фишкаларды, туториалдарды, бүкіл техникаларымды даже айтып қойдым, оның барлығын берем мен тегін деп айтуыңыз да мүмкін. Бірақ ол олай емес, ол бөлек тема. Мысалға айтатын болсақ, бір адам, оның қаншама проблемасы бар. Проблемасын сыртқа шығармайды, ішінде сақтап отыр. Ода блог тұр. Енді күніне жүздеген пайдалы контентті көреді. Қалай пресс шығару керек, қалай су ішу керек, қалай видео түсіру керек, қалай психологқа бармай осындай мәселені шешу керек, қалай травманы арылу керек деген сияқты. Қанша жүздеген пайдалы контентті көз алдынан өткізеді. Бірақ та максимум ол адам не істейді? Лайк басып, сохраненкаға сақтап қояды. Бірақ та оны ешқашан жасамайды. Ал сіз оған өзіңіздің қызметіңізді, обучениеңізді сатып, оған қалай пайдалы боласыз? Яғни, оның қоршап тұрған бүкіл проблемаларын бір бөлігін ашып, жоқ, рилс түсіру деген негізі сценариймен қиналып отырып, студияға барып 2 сағат просто так сөйлемей ыңқ-мыңқ деп қайтып кету емес. Мен сізге полный сценарий жазып берем деп түсіндіру арқылы, яғни ол эксперт болсын, өзіңізді қызметін сатыватқан эксперт болсын, до этого неудачный опыт болуы мүмкін, бір рилсмейкермен түсіріп, или бір мобилографпен түсіріп деген сияқты. Сол бірнеше бойларын дұрыс түсіндіру арқылы өзі полный қаптап тұрған проблемасының 1-2 есігін ашады. 1-2 есік довериесінен өтіп, сіз әрі қарай басқа проблемалармен довериемен сөйлесе аласыз. Сол кезде толықтай сізге ашылады. Шынайы көмектесе алатыныңызды сол жерде білдіресіз. Ал сіз просто жүздеген полезный рилстармен, оның көз алдынан өтіп жатқан рилстармен вряд ли сіз оған толық көмектесе аласыз. Шынайы көмекті тек қана сатып, өзіңіздің қызметіңізді ұсынып қана жасай аласыз толықтай. Мысал мен айтатын болсам, маған Фархат деген жігіт келген. До этого ол қарапайым новичок мобилограф болып бастаған. Өзінің разовый проекттерін алудың өзі бір үлкен сын болатын. Проекттерді, заказдарды табу проблема. Яғни ол не істеді? Өзінің қандай көмек бере алатынын ашып айтты, не жасай алатынын толықтай өзінің блогында көрсете алды, өз ісін немен пайдалы болатынымен бөлісті. И нәтижесінде кәсіпкерлермен, эксперттерді сделкаға жауып, рилстарын миллион просмотрларға жеткізіп жатыр. Онымен жұмыс жасаған кәсіпкерлер, эксперттер риза, жұмыстарымен жеке брендтері өсіп жатыр, просмотрлары көбейіп жатыр, жұмыстары уже жүріп жатыр, просмотр көбейгеннен кейін богаче стали свои эксперты. И Фархат осындай сделкаларды жаба бастады, потому что мен оған когда-то саттым.
түсінікті ғой, бұның барлығы мен сатқанның арқасында кәсіпкерлердің просмотрлары көбеюде, кәсіпкерлер малый средний бизнес дамуда, экономика Қазақстана көтерілуде. Фархат та в том числе переговорларды өткізіп, өзінің услугаларына ақшаларын алып жатыр. Оның барлығы мен кезінде Фархатқа өзімнің обучениемді саттым. Міне, бұл нағыз мысал қалай шынайы пайдалы болу керек дегенге. Сатуды пихать етусіз, алшы дей бермей ақ қалай жасауға болады. Ол жерде сізге воронка көмектеседі. Алдымен аудиторияны вдохновлять ететін, прям реально шабыттандыратын, идея сыйлайтын продуктты упаковать ету керек. Ол сіз никак. Аудитория шабыттанбаса, аудиторияға идея келмесе, сіздің продуктыңыз сәл әлсіз болады деген сөз. Егер 1000 фрилансер, эксперттің ішінде сіз менен сатып ал десеңіз, сізді ешкім байқамайды да. Ондай адамдар, потому что Инстаграмда ондай адамдар бүкіл соцсеттерде тола. Оның ішінен үзіліп шығу өте қиын. Продажа, жаңа айтып өткендей, адам идеямен жанғанда ғана болады. Идеямен жанды ма, сіз сөйлеп жатқан кезде бір идея келді, и миында бір действиялар, процесстер орын алып кетті. Вот сол кезде продажа болады. Одан кейін идеяны жеткізетін и продукты ашатын воронканы құрастыру керек. Соңында сататын рилстар түсіріп, воронкаға қосамыз. И жалғап жібереміз. Осы 3 шагпен сіз өзіңіздің продуктыңызды, услугаңызды қиналмай-ақ тек қана өзіңізге керекті рилсіңізді түсіріп жүріп қана сата аласыздар. Яғни сіздің жұмысыңыз тек қана өзіңізге рилс түсіру. Басқа жұмыс жоқ. Сториспен, басқа там адамдарға жазып, немесе созвонмен, немесе перепискамен деген сияқты основной жеке брендіңізді дамытып, рилс түсіріп, клиенттеріңізді осы схемамен алып келе аласыз. Енді осы бойынша мен айтып өткенде менде обучение бар, non-stop reels деген. Ол жақта вдохновляющий идея беретін продукттың упаковкасын бірге құрастырамыз. Идеяны жеткізетін, продукты ашатын воронкалардың схемасын қосамыз. Және де ең бастысы продающий reels жасаудың, сценариймен жұмыс жасаудың, жеке бренд дамытудың жолдарын ашып айтып өтеміз. Егер де ол обучение сізге қызықты болса, реально қажетті болса, мен продуктымды сізге сатамын, яғни сізге мен көмектесемін. Осы видеоның описаниясында мен номер қалдырып кетем, сол жаққа кіріп жазсаңыздар болады.